Қалайсыңдар? Біраз болды көріспегелі. Иә, біраз жаңалығым да бар менің. Иә, әкеміз өз ойын күрт өзгертті. Қашанғы мойнымызда отырасыңдар? Ешілеріңді алыңдар да бөлік шығыңдар. Қысқасы, Берік аға мен Айсұлу жеңгем еншілерін алып шығып кетті. Бөлек. Алло, иә, сен мені естірсің ба? Ал Берік ағам мен Айсұлу жеңгем болса, шетелге кетіп қалды. Сол жерден бизнес қосып алды өздеріне. Қасына барсаң, сенімен де сөйлесең. Онда тұрған не бар? Мен де жалғыз қалған шақтарымды осылай істеймін. Ой, сен де. Бірақ қазір мен үйдің жалғыз келінімін. Супер келін өзіммін. Әрине, супер ененің арқасында. Иә, үй жинау, тамақ пісіру, тағы үйдің түрліктерін енді өзім істеймін. Қызықтың барлығы енді басталатын секілді. Ол өзімен өз емес. Әлгі наушник дей ма? Сол арқылы телефонмен сөйлесіп жүріпті. Айтты. Техниканың дамығаны соншалықты. Адамды сыртынан жынды қылып көрсетеді екен ау, е? Иә, түсіндім. Жақсы, содан кейін хабарласармын. Сау бол. Дастарханды жайып қойдым, жүріңіздер, тамақтанайық. Енді шайды мұнда жасай салсаң да болатын еді ғой? Біздер төртеуміз ғанамыз ғой. Ас үйге де сиямыз. Ой, есімнен шығып кетті ғой, балалардың көшіп кеткені. Әлі олардың көшіп кеткенде үйрене алмай жүрмін ғой. Жүріңіздер, шай ішеміз. Неге мұнда отырсыңдар? Енді ана бөлмеде төртеуміз шошайып қалай отырамыз. Сонда не біз залда тек серіктерге бола шай ішетін едік? Көп сөйлеме, шайың іш. Қолың жудың ба? Анашым, мен ұйқыдан тұрғанда тек қолымды ғана емес, бетімді, оған қоса тісімді де жуам. Шай іш. Әлберіктер хабарласты ма? Өткенде хабарласқан, бәрі жақсы деген. Содан бері хабарласпады ма? Мен оларға 18 сағат сайын хабарласып тұрыңдар деп тапсырма берген. Әке, егерде олар 18 сағат сайын хабарласып тұрса, онда жиған тергендердің барлығы телефонға кетеді ғой? Иә, роуминг қымбат қой, әке. Ей, роумингтен де ата-ананың уайымсыз отырғаны қымбат. Рұқсат болса мен тұрайын. Тым жемедің ғой? Тойып отырмын. Түсімде ресторанда болғам. Кіммен? Аружан, барып киімдерін дайындап берші. Өткендегідей бір нәрсесін жоғалтып жүр тағы да. Алло? Иә, өте әдемі. Айта бер. Сосын? Не істеп жатсың? Мен саған кейінірек хабарласам бола ма? Қазір Ерікті жұмысына шығарып салайын. Мәссаған. Мен саған ол жаңалықты айтпадым ба не? Иә, біздің Ерік банкке жұмысқа тұрды. Енді біздің үйде бір банкир бар. Жұмысы жылы, жақсы, таза жерде. Иә, жарайды. Кейінірек хабарласып барлығын өзім айтып беремін. Сау бол. Осы бар ғой сен наушнигің бір күннің басына таяқ болып тиеді. Қойшы, Ерік. Жұмысыңа дайындал тезірек, кешігіп қаласың. Айтпақшы, мен әкенің сағатын тағып кетем. Іздеп жатса айтарсың. Ашып айта алмадым саған ойларымды, қоя бердің ұнаттың нәзік шыдамымды. Көзбен атып қарадың, көздеп жүрегімді. Бұл ойынның шартыңа өзіміз күндік іздеп бағымызды. Мен өзіммен бірге бақыттымын осы күнге. Бері қарай жақында, сен артымнан қалма. Ең қызығы алда, өзің бойымда адреналин қанда. Бері қарай жақында, сен артымнан қалма. Ата! Ең қызығы алда, Апу! өзің бойымда адреналин қанда.
Сәлем бер жеңше. Жеңше. Аружан? Айналайын шыға қойшы енді. Жоқ, апа, шықпайым. Сіздер де тығылып қалыңыздар. Полиция келгенше бөлмеден шықпаңыздар. Қайдағы полиция? Үйге ұры түсті. Мен дер кезінде артыма қарамағанда ол мені ұрышы еді. Ай, көкем-ау. Ол сенің қайнының ғой. Ауылдан келген. Осында университетте оқиды. Әке, егер ұры сізді қорқытып солай айт деп жатса, есікті 2 рет түртіңіз. Мен барлығын түсінем. Мен кинодан көргем сондайды. Бұл қайсысы дағы? Мені алып кетуге келген полиция шығар. Я не болды еламан жұрт тынышта. Таң атпай хабарласып, елді дүрліктіріп. Кішкене туысқандармен дұрыс хабарласу керек қой аға. Нерге қол қойыңыз еді келдік қой біз. Бұл не? Бұл деген жүзекке қоңырау шалдыңыз ғой. Үйге түрі жаман, шашы алба-жылба, ұсқыны нашар адам ұрлыққа түсті деген қоңырауды растайтын қағаз. Түсіндіңіз ба? Жігіттер, кешірерсіңдер еді. Бір түсініспеушілік болды. Айыпқа бұйырмаңдар. Жарайды, ал сен бауырым, шашыңды ретте. Дұрыстап кейін. Сөйтті адамды қорқытпай жүр. Түсіндің ба? Жақсы, сау болыңыздар. Аман болыңыздар, сау болыңыздар. Жақсы. Сау бол. Сен аштан келдің бе, жоқ жатақханадан келдің бе? Жайлап жесінші, түйіліп қаларсың. Тиме? Жей берсін. Студент кезінде өзіңді осылай жүрші едің ғой? Мен студент емес, әскери училищенің курсанты болғам. Сондықтан тәбетім жақсы болды. Ештеңе етпейді. Сүрту үшін, жинау үшін жүрміз ғой мұнда. Кешіріңіздер. Ештеңе етпейді. Оқуың қалай? Оқуым жақсы. Жатақханаң жайлы ма? Иә, жайлы. Жатақханада беделді еріктілер қатарында бос кезімізде концерт ұйымдастырамыз. Ауылда маған студенттік өмірдің бұндай қызық екенін ешкім айтқан жоқ қой. Дәл қазір бәріміз тұрамыз да, ортаға шығып билет жасаймыз. Шайқас отырыс жасайықшы. Ай! Бұл не? Апай, кешіріңізші. Группаласым туған күн еді. Соны атап өтіп жатыр едік қой. Сендер группаластармен подряд дүниеге келгенсіңдер ме? Осы айда 9-шы туған күн ғой мынау. Апай, кешіріңізші. Соңғы ескерту берсеңіз. Соңғы ескерту саған. Ертеңнен бастап бұл жатақханада сен тұрмайсың. Апай, қалай тұрмайсың? Мен баратын жерім жоқ қой. Әзірге бәрі жақсы. Не, айтпақшы, бергі ағалар қайда? Бергі ағаң шетелде, сонда жұмыс істеп жатыр. Серіктер бөлік шығып кеткен. Иә, үйде 4-еуіміз ғана. 4 адам, 4 қасық, 4 жастық, 5-шісі жоқ. Жұман. Ана теледидарды қашан жасайсың? Сериалдарымды көре алмағаныма 1 апта болды. Ай сол, теледидарды сен сериалдарын көрді. Күндіз түні қосылып тұрады. Бұзылмағанда қайтсын? Апа, өзім жөндеп берейін. Мен техникадан хабарым бар. Ол сенің ауылдағы мотоциклің емес. Техника дей салатын. Ол соңғы үлгідегі теледидар. Хабарым бар деп отыр ғой. Саған салса, я өзің жасамайсың. Я біреуге жасатпайсың. Айналайын, жасап бере қойшы. Жасап берем. Жақсы. Үйде бұл. Кешке ағаң келеді, амандасасың. Мұна үйді өзің үйіңде көр. Жақсы ма? Сонда мынау ағанікі ғой, Иә.
жуып қоямын сосын. Жеңше, кір жуайын деп отырсыз ба? Жеңеше демеші мені. Жеңеше деген кезде мен өзімді қатты кәрі сезініп қаламын. Кәрі емес жеңше десем ше. Шынымен кір жуайын деп отырсыз ба? Иә. Бастап қоймаңызшы, мен де кір салайыншы. Енді онда кір машинасын өзің қосып, кір киімдеріңді сала салсаң болады. Егер де қоса алсаң әрине. Қоса аламын? Жарайды. Пульттен емес сияқты. Розетке тоқ келіп тұр. Неден болды екен бұл? Құрысын. Жаңағына тамақ ішіп едің ғой? Батарейка жеп отырған. Бұл техника ғой. Мен не істеп отқанын білем. Неден болды екен ма теледидар? Үйде болгарка бар ма, апа? Болгарка? Иә. Болгарканың тәп сол теледидарға қандай қатысы бар? Жоқ, енді жалпы үйлеріңізде болгарка бар ма, жоқ па деп сұрап жатқаным ғой. Ербол, Ау, мә, әрең таптым. Көршілерден сұрап алып келдім. Жөнделудің түрі бар ма? ара уже қажет жоқ, ата. Тағы бір нәрсе керек болса айт. Тағы бір нәрсе әкелетін болсаң, мына бөлмеге ремонт бастасақ болады. Ата, апа, шаруаларыңызбен жүре берсеңіздерші. Мен жасап болайын бәрін дұрыстап, сосын шақырам өзім. Менің барлық шаруам осы теледидардың ішінде. Басқа шаруам жоқ. Қой, әміне, жүр кеттік. Кедергі болмайды балаға. Алло, Есет. Қалайсың? Көмек керек болып тұр. Мен 2 апта бұрын жатақханадан шығып кеткенмін ғой. Сол қазір тұратын жердің варианты шығып тұр. Тума туысқандардың теледидарын жасап беру керек. Үш тоқ. Иә, 3 тоқ бар. Қайсында тұру керек? Мен қайдан білем, мен сенен сұрап тұрған жоқпын ба соның бәрі? Аха. Басқа теледидардан қара дейсің ба? Жақсы. Тек соны үшеуін бір-біріне қоян болды. Жақсы, рахмет. Сарыға, аққа, қызыл-қызылға. Түк қиындау жоқ екен ғой. Түсінікті. Саперлар сияқты қызыл, сары, көк деп немене ана сымдарды былықтырып атсың. Байқа, шатысып кетіп, бомба құсап атыл кетіп жүр ме? Жоқ, ата. Мен ауылда деген талай телевизор жөндегем.
Қазір мына сарыны алып, мына сарыға тығып. Ой, сенен сапер шықпайды екен балам. Не болды? Артық қылам деп тыртық қылдың ба? Аман ба өзі? Су әкелші, су әкелейін қазір. Су, апа, су. Ербол айналайын. Жатақхананың нешеде жабылады? 11-де. Сағат қанша болды? Кешігіп қалмайсың ба? Жоқ. Мына жерге не болған? Көл болды. Ренжімеңіздерші. Мен теледидарды жөндеймін деп тіпті ұмытып кетіппін. Екке мені құйрығын ұстаған суға кетеді деген. Енді отырсың мынау судың ортасында. Ербол, анау қолыңдағы не? Тряпка? Қайдағы тряпка, бұл менің шалбарым емес па? Жыртық қой. Жыртық, қазір сәнде. Біле білсең моданың не екендігін. Мен онда алты модный нәскиімді қоқысқа тастап жіберіппін ғой. Ең болмағанда енді кірді дұрыстап салған шығарсың. Оны салдым ғой. Еркош, сен ақ киімдермен бірге өзіңнің қызыл спортивкаңды салып жібергенің не? О, тоба. Ербол ай. Бүгінгі күні біте ма өзі? Теледидарды сындырдым, шай төктім. Жуынатын бөлме мынау. Ана ақ киімдер ортаға. Бұл үйде де ұзақ тұрмайтын сияқты. Мынау негізі өзі ақ көйлек еді. Ештен кетпейді. Есесіне ақ көйлегін тастамайды екен демейді. Иә, бір жағынан. Тағы басқа көйлегімді беріп, сарыға боятып алам ғой деймін. Ой. Мынаны Ережан кимейді ғой енді. Апа, негізі өзінің түсі сондай. Еш өзгермейді. Ештен кетпейді. Қызыл киіп жүрсе, есесіне көз тимейді. Қайда кетті екен, е? Аяқ бітіп жоғалып кете қойған жоқ шығар. Бір күні осы үйде адам жоғалады. Әмина, мен сағатымды көрдім бе? Кеш батқанда не істейін деп едім ғой? Ол әскери өмірімнен қалған ең қымбат естелік. Әскери өміріңнен қалған ең қымбат естелік, ол бүйрегіңе тиген суық. Кім алады дейсің, отырған шығар бір жерде. Барлық бөлмені қарап шықтым. Енді біреу кіріп алып кетпеген шығар. Айтпақшы, мен Еркоштың шығып бара жатқанын байқағам. Ол анда не жүр? Ербол? Жүрші, әңгіме бар айтатын. Қазір айтамын, кішкене алып түсіріп тастайын. Жақсы. Әй, не болды, Ербол? Баланың денсаулығына қауіп төніп тұрған жоқ. Бала зорыққан сияқты. Уақытылы тамақтанбау, дұрыс ұйықтамау, уайым, соның бәрі әсер етеді ғой. Оның үстіне тоқ соқты дейсіздер. Тоқтан қауіп жоқ, бірақ балаға демалыс керек. Таңертең полиция,
Енді міне дәрігер бізге өрт сөндіруші ғана жетпей тұрған сияқты. Әй, сонда бұл бала ұйықтамай, тамақ ішпей, сонша не істеп жүрген ей? Қайда өзінің телефонын берші маған, кураторына звондайын. Міне, куратор тұр ғой. Қазір, телефон соғайын. Алло? Жұлдызбай Берболдың кураторсың ба? Әй, сендерге сеніп тапсырған студенттерге неге жөндеп қарамайсыңдар ей? Тамақ ішпеген, ұйықтамаған, не істеп жүрсіңдер өзі, а? Әй, мә, сөйлеш сен. Қатты шоламаңыздар. Науқасқа демалыс керек қой. Менің қажетім жоқ сияқты, мен жүре берейін. Мен шығарып салайын қазір. Жүріңіз. Тыныштық па? Есіктің алдында жедел жәрдем тұр ғой. Айттым мен саған. Анау наушнигің бір күні басына таяқ болып тиеді. Мен емес. Жүріңіз. Әке, не болып қалды? Ауып қалды. Бес күн бұрын жатақханадан шығарып жүріп деле болды. Жатақханадан шығарып жүріпті? Сол екен ғой. Баратын жер болмағаннан кейін, ана менің сағатымды да алғаны сол. Қайсы сағат? Ана офицерский сағатыңыз ба? Иә. Оны мен тақып кеттім ғой. Әке? Аружан, сен айтпағансың ба? Қашан? Айтпақшы, мен әкенің сағатын тағып кетем. Іздеп жүрсе, айтарсың. Иә, мен оны ол кезде сені естімеген. Ой, айттым мен саған анау наушнигіңді құрт деп. Жақсы, мен онда жатақханаға барайын. Әйтпесе, кешіксем кіргізбей қалады. Тыныш. Ербол. Ау? Өлсең де шындықты айтып өл. Жатақханадан шығарып жүрген неғып бізге айтпағасың? Немене, бұл қалада бізден де басқа жақындарың бар мейді? Біз бола тұра 4-5 күн көше кезіп жүргеніңді ауылдағылар естісе не дейді? Елден ұят емес пе? Болды. Бүгіннен бастап бізбен бірге тұрасың. Түсінікті ма? Рахмет, Жұман ата. Сіздерге бірден шындықты айтпағаныма өкініп тұрмын. Ештен кетпейді. Бұдан былай өтірік айтушы болма. Айтпаймын. Ассалаумағалейкум. Бақытты болар. Бақытты бол. Ассалаумағалейкум. Амансыздар. Ой, рахмет. Міне. Бізді бөлек шығарып салып, орнымызды суытпай басқа бала асырап алғансыздар ма? Жай жүрсіңдер ме? Қонаққа келіп қалдық. Өздеріңіз алыңыздар. Ербол қайда? Ербол! Бастысы басым бұрыз. Жас қой. Осы бар ғой, сен наушнигің бір күні басына таяқ болып тиеді. Наушнигің ба? Я наушником. А что ты угорал? Ты угорал, я тоже угорал. Айтпақшы, мен әкенің сағатын тағып кетем. Іздеп жүрсе айтады. Я тоже.
жылы берді. Сен берді маған. Көргенде өзіңді ғажап күйгендім. Не деген сұлу еді. Тұрдың ба? Осы демалыс күні дұрыстап ұйықтайын десем, таң атпай ұйқыны ашылып оянып кетесің. Ерік, сен кеше түсте ұйықтадың ғой? Жай қойшы. Сағат 10-нан кетті. Қайдағы таң атпай? Ербол қайда? Дүкенге жібергем, үйде нан жоқ екен, алып кел дедім. Әй, сол бала бір нәрсе көрініп қалмаса болды. Кіріп келе жатыр. Әй, қайда жүрсің? Ой, ана дүкенші орыс екен. Бір-біріміз түсіне алмай біраз тұрып қалдық. Ана үстің неге шаң? Сатушымен төбелесіп қалғаннан саумысың? Жоқ, мына көршіге біреу көшіп келіп жатыр екен, соған көмектесіп қалдым. Ана Мишаның үйіне көшіп келіп жатқан жаңа көрші болды ғой. Өздері қазақ па екен? Иә, қазақ. Жақсы болды ғой. Көрші ақысы тәңір ақысы деген. Мен көмектесіп қайтайын. Ұят болады. Асықпай шайыңды іштейші. Жақсы, мен кеттім. Сендер де дайын болыңдар. Қазір әкелерің сендерді шақырып. Сіз қайдан білесіз? Көкем-ау. Жұман қызметте жүрген кезінде біз пәтерді жиі ауыстыратынбыз. Сол жүрген жерімізде осы атаңның мәрттігінің арқасында көршілердің барлығына көмектесетінбіз. Ербол, дүкенге барып шашуға мұз кәмпит алып келші. Апа, бізде үйде кәмпит көп қой? Ол үйде кәмпит, жейтін кәмпит қой. Шашудың кәмпиті бөлек болады. Иә, шашуға жемейтін кәмпит шашады. Айтпақшы не, мұз кәмпиттің орысшасы қалай болады? Ал, көрші! Ал, көрші! Кім екен? Ассалаумағалейкум, көрші. Уағалейкум салам. Қоныс жайлы болсын. Рахмет. Мен мына қарама-қарсы үйдегі көршіңізбін. Атым Жұман. Арғын, өте қуаныштымын, иә. Жаңа балалардан естіпсіз көшіп келіп жатыр дегеннен кейін. Көмектесейін деп келдім. Иә, міне. Сәлематсыз ба? Сәлемет. Алғашқы қонағымыз ер кісі болғаны жақсырым деп айтып жатады орыстарда. Иә, менің әйелім Ләйла. Жұман. Иә, жақсы болды келгеніңіз. Мынау диванды жылжытып жіберуге көмектесесіз. Ой. Оған мен белім жарамайды. Ауыр көтеруге болмайды. Ал бірақ көмектесуге келдім. Жақсы болды, төрлетесіз. Осы баланы бір жаққа жұмсасаң, жоғалып кететін әдеті бар екен. Соны айтам. Өзіміз дүкендер жұмсағанда аяғымыз жерге тимейтін. Сонша ұзақ қайда жоғалып кеттің? Ой, сатушысы қазақ дүкені іздеп қалдым. Ерболды оқытып алу керек негізінде. Жақсы бір емші болса, оқытсақ оқытып алайық, иә. Өте-дұрыс. Аружан Құлмаш, орыс тілінің курстарын оқыту керек. Дұрыстап түсіндірмейсің ба? Жүріңдер, ана үйге барайық. Әкең мазасызданып, қазір бізді шақыруға бола қайтып келер. Мәу, көмектескен қалай болады екен? Бәріміз шұғырып бір үйге барсақ, ұят болатын шығар. Тіпті танымаймыз ғой кісілерді. Мен одан да үйде қала берейін. Ерге аға көмектесуім керек, шаруа көп бүгін. Көшіп қону деген біз үшін үйреншікті жағдай. Бұлай негізі ауданымыз тыныш, жақсы, қылмыс жоқ. Шүкір. Ауданның тыныш болғаны бізге де жақсы. Мынау енді. Шәркен, жастық шақа. Иә. Шашу! Қолы шайлы болсын.
Ой, рахмет. Құтты болсын. Бұл бәйбішем менің. Аты Әмина. Бәрекелді, я. Менің атым Арғын. Менің бәйбішем Ләйла. Ал енді үйдегі қолымдағы келінім Аружан. Алыстағы ағайыннан жақындағы көршің атық деп, сіздерге көмекке келдік. Ой, рахмет. Қанша айтқанменен көшіп қону көпшілікпен бітетін шаруа ғой. Екеуміздің ойнап отырғанымызды әкем көрсе, әскери тәртіп бойынша жазаға тартады. Қалай үшін? Сен не әскерде болмадың? Жоқ, сіз ше? Мен туғалы әскердемін. Әскери өмірдің бар қиыншылығын көрген. Жүр онда, көршілерге көмектесейік. Сіз бара беріңіз, мен карьераны аяқтатсай. Пісіғай, жарайды, мен кет. Ерік аға, тоқтай тұрыңыз. Кедей болсаң көшіп көр деген осы. Жинап болмайсың. Айтпа. Оның үстіне үлкен үйдің шаруасы бітпейді ғой. Соны айтам. Талай рет айттым, шағында үй алайық. Ертең шаруасы бітпейді. Оның үстінде үйді жинау үшін 2 күн кетеді деп. Ата-енеңе айттың ба? Иә. Күйеуім арқылы айттым ғой енді. Сосын? Сосын? Міне? Үлкен үйдің аты үлкен үй ғой шіркін. Иә. Ұядай үйді жинай бересің. Ал мынау үлкен үйде заттарың шашылмай орын-орында тұрады. Иә. Құмырсқаның үйлеуінде қорапта тұрмаймын. Үлкен үйде тұрам деп бірден айттым. Сонда күні кетті ма? Көнбегенде. Көнбейтін күйеу болмайды. Көндіре алмайтын әйел болады. Ана пердені ашып қойсаңшы, үйге күн сәулесі түсіп тұрсын. Жоқ, болмайды. Феншу бойынша перде осылай жабық тұру керек. Мысалы, Японияда күн ауғанша осылай перде жабық тұрады. Бұның бәрін сол жерге барғанда үйреніп алдым. Келгендеріңе көп рахмет, Ерік. Жалпы, көршілердің құрдас болған жақсы ғой? Иә. Мына шкафтың құру инструкциясы бар ма? Жоқ, не болды? Алдында дәл осыны шкаф құрастырғанбыз ғой, сонда есік ашылмай қалды. Енді бұл жаңа шкафтар ғой. Ондай болып тұрады. Жалпы өзің немен айналысасың? Мен банкте жұмыс істеймін, өзінше. Біреуге жалдамалы болып істейтін заман емес қой қазір. Біздікі сол жеке кәсіп. Дұрыс. Отвертканы бересіз? Ерік аға, сізді бола ма? Ерік аға, маған шолып кету керек. Жаңа ғана группаласыма хабарласып, куратор істеп жатыр екен. Ербол, бағана үйден шығып келатқан кезде телефонды маған берген білесің ба? Келесіде өтірік айтқанда ойланып айт. Ал егер де группаласының Алақанға хабарласатын өнері болса, бара бер. Жоқ, шаршап кеттім, заттасып. Бара берейін. Шаршасам, мына шкафты құрастыр, мен барып заттасым. Менің бөлмем жиһаздары толық әкелінді ме? Әкелінген болса бөлмем жинастыра берейін. Жоқ, әкелінген жоқ әлі. Бір 4-5, 7-8, бір газель зат бар әлі сенің бөлмеге келмеген. Мен қазір бәрін өзім кіргізем, сосын бірге жинаймыз. Жарайды енді. Иә, сөйтші. Ерік аға, не істейсіз? Мен өзім бәрін тасыйын. Бастадым, аяқтап тастайын. Сіз шкафты өзіңіз. Кеттім, ескі сан. Иә, әдемі болды. Мына бөлмеге жиһаздарды Германиядан алдырттық. Немістер біледі ғой, адамдарға не керек екендігін. Үйде өздеріңізден басқа Қазақстанда жасалған ештеңе жоқ сірә? Абайлап отырыңыз.
бұл қолтырауынның терісінен жасалынған дүние. Не деген семіз қолтырауы? Ана комод дұрыс тұрған жоқ қой. Ыңғайсыз тұр ғой. Неге? Дұрыс тұр. Мен Италияға барғанда көргенмін. Италияда жиһаздарды қоюдың өзіндік заңдылықтары бар. Сіз шетелден көргендеріңіздің бәрін үйде істей береді екенсіз. Шетелде емес, Қазақстанда тұрған жоқпыз да. Кән. Енді дұрыс болды. Иә, әдем отырды. Енді сол жағын бекіте сал. Уф. Ерік осы банк қызметкер ретінде айта қойшы маған, мына ақшаны негізі қандай валютада ұстаған дұрыс? Немесе қандай банкта пайызы қанша депозитте ұстаған дұрыс? Негізі ақшаны үйде әйелің не анаң ұстаған дұрыс. Не, осы жерің дұрыс, иә. Айтпақшана, орыс олигархының есеп шотын тұтқындағандары қанша шығыпты, естімедің ба? Мен ол санды өмірімде бірінші рет естідім. Өте көп қой, бірақ жаттап үлгермедім. Айтам да, солар қайдан табады сондай ақшаны? Бірақ несие алмайтыны анық. Менің ойымша несие алмайтын қазақ жоқ. Енді той бітпегенше несие алуды ешқашан бітпейді ғой. Енді той қалай бітеді, ол бітпейтін дүние. Демек, несие алуды да ешкім тоқтатпайды. Әй, осы жерің дұрыс. Әжер дайын болды. Да, әне жерге көтеріп қоя салайық. Алло? Иә. Ой, қолым тимей жатыр. Мен мұнда жаңа көрші көшіп келген. Соған көмектесіп жатырмын. Заттар тасып, жиһаздарды көтеріп дегендей. Хабарласармын. Жақсы. Сонымен сіз әскерде қызмет еттім деңіз, иә? Иә. Оны сіз түсінбейсіз. Иә. Ал мен өмірімді ғылымға арнадым. Профессормын, ғылым доктормын, ғылыми жобалар, лекциялар, ғылыми зерттеулер. Түсінесіз ғой. Былай ректорыңызшы. Әскерде болдыңыз ба? Әскер? Қайдағы әскер? Мен сізге айттым ғой, мен өмірімді ғылымға арнағам. Сонда, өміріңіздің 2 жыл отан алдындағы борышты өтеуге арнамадыңыз ба? Жоқ, арнамадым. Көмектесіп жіберіңізші, мына жаққа. Жоқ. Жоқ. Негізі мен ойлаймын, бұл 2 жыл әскерге бару, бұл босқа уақыт өткізу. Босқа. Мысалы, 1 жылдың ішінде ғылымға қаншама үлес қосуға болатын еді. Түсініп тұрсыз ғой? Бізде былай жасау керек. Былай рек қойыңызшы мына. Европа елдердегіндей. Жоқ, бері таман, тағы да бері таман. Әскерге өз еркімен контракт бойынша бару керек. Тағы да сәл. Сонда сен Болды. менің өмірімді бос өтті деп ойлайсың ба? Мен өйтіп ойламайым. Кешіріңіз. Өйтіп ойламайым. Мен жай, бұлайрек, жай өз білгенімді айтып тұрмын. Сәл ете жіберіңізші. Тағы. Сендер де мына үйлеріңе көшіп келген кезде біраз қоныстанған шығарсыңдар? Жоқ, біз тез қоныстанып алдық. Себебі ол кезде абысындарым бірге тұрғанбызбен. Қазір олар қайда? Бірі шетелге жұмысқа кетті, екіншісі бөлек шығып кетті, қазір бөлек тұрып жатыр. Адамдар ақша жинап, бар тапқанымен шетелге демалуға барып жүрсе, сенің қайнағаң мен абысының екеуі басқа елде жұмыс жасап, елге демалуға келеді екен ғой. Ал біз жылына кем дегенде 2-3 рет шетелге шығып тұрамыз. Ай! Не болды? Бір жеріңді ауыртып алдың ба? Жоқ. Тырнағым сындырып алдым. Міне. Не соншама шоштың? Айғайладың ғой қатты. Қалай айғайламайым? Кеше ғана істеткен тырнағым. Оның үстіне қымбатқа жасатып едім.
Енді ондай болып тұрады келін болғаннан кейін. Менің ойымша тырнақтың түк қажеті жоқ секілді. Себебі үйдегі шаруаларға да өз кедергісін келтіреді ғой. Ой, қойшы сен де. Мен қазір келем. Осы жерге қоя берейін ба? Иә, қоя бер. Кітаптарыңа қарап, қайда оқитынын біліп қойған сияқтымын. Темір жолда оқисың ба? Жоқ, бетте оқимын. Бетте? Мен де бетте оқимын. Есімің кім? Маржан, Мен Ерболмын. қуаныштым. Мен де. Екеуміз бір жерде оқитынымыз қандай күшті, енді сабаққа бірге барып келетін боламыз. Сен қандай автобуспен барасың? Мына жерден бір көше ары жүрсең, бос орындар көп автобус бар. Мен универге өзімнің көлігіммен барамын. Мә, күшті ғой. Онда сен мені алып кетіп жүрсеңші. Автобусқа беретін ақшамды одан да саған берейін. Күніне 300 теңге, 10 күнде 3000 теңге, айына 9000 теңге беріп отыратын болам. Мен күніге бензинге 5000 теңге құртам. 5000 теңге. Онда былай істейік. Сен маған айына 5000 теңге бер, ал мен сені автобуспен алып қайтып жүрем. Мен онда астындағы заттарды алып келейін. Жарайды. Сенің ойыңша, еліміздің шекараларын, өзен, көлдерін, теңіздерін кім күзетеді? Енді ол. Құдайға шүкір, еліміз тыныш. Кесіңіз. Техниканың дамыған заманы. Иә. Сол адам күзетуден басқа бір техника ойлап табуға болады ғой. Елімізде неше түрлі профессорлар бар. Мысалы, мен. Иә. 100 адам шекараны күзеткенше, одан да бір техника ойлап табуға болады ғой. Кешіріңіз. Әй, сен менің ашуыма тиме. Әрбірден кейін сендердің мына жүрістерің бос жүріс. Ақ халатты киіп алып, лабораториядан шықпайсыңдар. Колбадан ауыр зат көтермейсіңдер. Мына сенің тыныш ұйықтауың әрбірден кейін. Мына біздің арқамыз. Біле білсеңіз, менің тыныш ұйықтауым, ол менің уақытлы ұйықтап, режиммен тамақтануымның арқасы. Әскердің бұған ешқандайды қатысы жоқ. Қайта егерде мен әскерге барғанда, мүмкін бір жеріме зақым тиетін еді. Сол қазір шығып, түнімен қақсап, ауырып, сол кезде менің ұйқым тыныш болмайтын еді. Түсінікті ма? Сен қанша жерден профессор болсаң да, өмірді түсінбейді екенсің. Амина ханым, менің шетелден әкелген заттарыма таңғалмаңыз. Жоқ, таңғалып отырған жоқпын. Мынау көне альбом. Бұны да шетелден алдыңдар ма? Жоқ, ауылда тұрған кезде қаладан сатып алғанбыз. Міне, мынау менің үлкен ағамның баласы. Хорватияда тұрады. Қатты көтеріліп кетті. Ал мынау арғынның інісі. Англияда тұрады. Жағдайлары онша емес. Менің де ортаншылым шетелде жұмыс істейді. Тәжікстанда ма? Жоға, кәдімгідей шетелде. Құрыста істейтін шығар. Қой, мен үйге кетейін, шаруам көп. Отырмадық па? Шай ішпедік пе? Менің Үндістаннан әкелген гранулированный шайым бар. Жоқ, мен қазақша шай ішкім келеді. Балаға әскердегідей қатаң тәртіп керек. Әсіресе ер балаға. Білім болмаса, ондай тәртіптен нәтиже болмайды. Мың жерден қатал болсаң да. Я, қатал тәртіппен бала тәртіпті болады. Я, бірақ білімсіз болады. Тәртіпсіз ел болмайды. Тәртіпке бағынған құл болмайды дейді. Ал сіздің балаңыз әскерде болды ма? Әмина, жүр кеттік. Көршілер қоныстан болған сияқты. Я, біз болдық. Кет.
Сен не, Реалдың фанатысың ба? Әрине, бұлар деген чемпиондар лигасын ең көп ұтып алған құрамалардың бірі. Оның үстіне бұлар деген футболдың аңызы ғой. Бұларға қалай жанкүйер болмайсың? Базар жоқ, базар жоқ. Терлеп кеттім. Мәссаған! Сен не, Барселонаның жанкүйерісің ба не? Әрине, бұл Барсаға. Түсінікті. Демек сен мына Реал Мадридтің жалауын көріп терлеп кеткен сияқтысың ғой. Ана матчта ше, Камп Ноуда біз сендерді қалай жыртып алдық, Жыртылғандым жоқ. Көресің, келесі ойында Барса жыртады. Ондай матч тек қана біреудің түсінде болмаса, тек қана PlayStation'да болады. Оны да көреміз. Ал анау матчта ше, біздің шабуылшы жарақат алып қалған кезге сендерге қандай голдар салдық, Ондайды гол демейді ғой. Дұрыс айтасың, ондайды шедевр. Мүмкін маған көмектесерсің? Қалай болған, мен сенің үйің ғой бұл? Үй менікі емес, Аташканікі. Аружан, мүмкін мен саған 10 000 теңге берем, үйді өзің жинап баяқтай саларсың? Бұл я деген бе, әлде аз деген бе? Аружан? Европадан алдым деп қояды ғой. Біздің базарда сондай қытайский гарнитурлар толып тұр. Есі дұрыс адам әскерде қызмет етеді ме деп қойды. Керісінше, есі дұрыс еместерді алмайды. Содан соң осы сияқты профессорлар пайда болады. Қолтырауының терісі деп қояды ғой. Отырғанда бірден сездім қолтырауының терісі емес екен. Реал фанымын дейді. Сендерге қалай гол салдық дейді. Сол голды өзі салғандай. Не дедің? Не болды? Еш нәрсе. Ербол қайда? Білмеймін. Сен кітап оқығанды ұнататын сияқтысың? Иә. Мен де. Саған қандай жанрдағы кітаптар ұнайды? Маған ба? Маған күшті жанрдағы кітаптар ұнайды. Саған ше? Мен жақында «Только твоя», «33 несчастья», «Ноль», «Зачем я ему» деген кітаптар оқығам. Мен де осы кітапты жақында бітірдім. Қайсысы? Төртеуі төрт түрлі ғой. Жаңа бірінші айтқан кітапты. «Только твоя» ма? Иә. Сол күшті кітап. Қай жерін еді? Мен енді бастадым. Онда қай жеріне келдің? Бірінші етке. Маған оқитын кітап бересің ба? Менде кітап таусылып қалды. Иә, таңдап ал. Сенде көп сияқты ғой. Қоя сал. Қайсысын таңдадың? Дикая роза. Сәттілік. Мен «Рассказ Лолиты» деген кітап таппай жүрмін. Сенде жоқ па? Рассказ Лолиты? Иә. Менде бар. Мен ертең мынаны саған қайтып әкелерде, соны алып келейін. Жарайды, рахмет. Рахмет. Көрші екен деп. Барып көмектесіп жүрсек, ана профессордың айтып отырған анау. Мен оны оқыған, тоқыған адам деп. Өз үйімде солай жұмыс істемекпін. Соның үйіндегідей. Қатты шаршадым. Алыстағы туыстан, жақындағы көршің артық деген мақалдың көк тиынды құны да қалмады ғой. Алыстағы туыс демекші, біздің туысымыз қайда жүр екен? Қайда жүрсің? Жаңағы көрші ақысы, тәңір ақысы деген сөз қатты өтіп кетті маған. Соңына дейін көмектесіп келе жатырмын. Оның үстіне мына көршілер керемет кісілер екен, өзіміз сияқты артық еш нәрсесі жоқ, қарапайым. Мүмкін сонда барып қонарсың? Негізі қонып қайтуыма болады. Тек түс шығатын щеткамды алып алайын мен. Отыр, шайыңыз.
Ол кісілер әлі толық орналасып болмапты. Ертең барат шығармыз, Жақсылық қылсаң бүтін қыл деген. Шайыңды ішіп алды, жат. Ертең сабақ. Приходит к нам у дверей уходить нас. Уходит дверей нас. Кечи. Жарайды, мен барып. Весело. Жылы берді. Сен бердің маған. Көргенде өзіңді ғажап күйгенде. Не деген сұлу еді. Түнімен дұрыс ұйықтай алмай шықтым. Қайдағы бір жаман түстер кіріп. Түсімде мына көрші арғын көтеріліп кетті. Не дейді құрсын? Әкім болып кеткен екен, шошып оянды. Ұйықтама енді. Әйтпесе түсіңде президент болып кетер. Мен де түс көрдім бүгін. Ауылдағы жалғыз сиырымды көріппін. Сабағың қалай өзің? Дұрыс па? Күшті сабағым, күшті. Байқа, дұрыс болмаса, әкең әлгі жалғыз сиырыңмен қосып өзіңді де соғымға жіберер. Мен ашайын, шайларыңызды іше беріңіздер. Әй, өмір-ай. Осыдан 30 жыл бұрын Әминеді осы Аружан сияқты еске қартай шапқылап жүруші. Кім екен, таң атпай жүрген? Квитанцияны алып келіпті, төлеу керек. Осы бүгін түстен кейінге қалдырмай, төлеп тастау керек. Әйтпесе өткендегідей жарықты сөндіріп тастап, Ерболды таба алмай қалып жүреміз. Айдың аяғына дейін төлесек болды ғой. Айдың аяғында мен жалақы аламын, сол кезде өзім төлеп тастайын. Сен өзі жалақы аласың ба? Тегін жұмыс істеп жүрген жоқсың ба? 3 айдан асты жұмыс істегенге. Әл жалақыңды көргім жоқ. Мен рұқсат болса тұрайын. Сабаққа барайын. Соғымға кететін желание жоқ. Я, маған да кету керек. Жұмысқа кешігетін желание жоқ. Шайларын ішкізбедің ғой, бәрін кетесің азаппен. Тыныш отырып шай ішуге болады ғой. Қой, мен де кетейін. Әкімшілікте жұмысым бар. Шай ішуге желание жоқ. Мен де үй тірліктерін істеп стайын бәрін. Бүгінгі күн керемет болып отыр, оның үстіне таяқ жейтін жарайды. Кет. Кетіңдер бәрін. Өзім ішем шай. Кеше ғана сынған тырнағын айтып жылап отыр еді ғой. Бүгін пысық сынып қалыпты. Кімнің пысық келін екенін көрсетейін саған. О, Ереке. Ассалаумалейкум. Ассалаумалейкум. Ерік, жайшылық па? Таң атпай бәріміз жинап алдың. Бұл уақытта әлі тауықтар да ұйқысынан тұрмаған шығар. Жұмыс уақытында не істей жүрсің? Жігіттер, сендерге бір шындықты айтуға шақырдым. Көмектерің керек.
Не болды, Барселона ақша тігіп қадалып қойған жоқсың ба? Жоқ, мен жұмыстан шығарып жіберді. Үйдегілер білмейді. Соған көмектерің керек болып тұр. Болды болсын. Қалай шығарып жіберді? Бәсеке, олай болмайды. Ол дұрыс емес. Қалай білімі бар адам жұмыстан шығарып жібересіз де, білімі жоқ біреуді аласыз. Бұл түрімізден қалай өсеміз? Ерік, маған ақыл үйретпе. Бұл жерде кімнің жұмысқа кіріп кімнің шығатынын мен шешемін. Жұмысқа тек туысқандарыңызды ала бересіз. Біле білсең, бұл жерге де сені таныстар арқылы жұмысқа алғанмын. Болды, мен жұмыстан шығамын. Өз еркіммен. Банк болсақ та халықтың жағдайын ойлау керек. Осылай елді алдап, несие бере береміз бе? Ең бастысы жұмыс жүріп жатыр. Әркім өз күнін көру үшін жұмыс істейтін заман қазір. Мен өзім үшін емес, сіздің ата-анаңыз, өзімнің ата-анам, бүкіл қазақтың ата-анасы үшін, бала шағасы үшін уайымдаймын. Онда өзіңе банк аш, халыққа тегін ақша тарат, көрейік қаншалықты жұмыс жасайды екенсің. Бұндай жерде жүріп, халыққа пайдам тимесе де, ең болмаса зияны да тимесін. Рахмет жұмысыңызға, мен жұмыстан шығамын. Солай енді, жұмыс жоқ. Ерік, сен де қызықсың. Үндемей сол жұмысты істей бермедің ба? Жоқ, сен түсінбедің. Мен негізі шынайылықты жақсы көремін. Жағымпаздан алмаймын. Жоқ, досым, жағымпазданбай-ақ, бұл жерде көзбен бір көрмеген сияқты жүре беру керек та. Енді Ереке, бізде сондай енді өмір. Енді олай болмаса бала-шағаны қалай асыраймыз? Не тапсырыс бересіздер? Ең арзан не бар? Үшеумізге палау, Ерікке шай. Әзілден бауырым, бәрімізге палау беру ғой. Жақсы. Солай енді үйдегілер мені банкте жұмыс істейді деп ойлап жүр. Уайымдама досым, бәріміз солай ойлап жүрдік қой. Құрметті ауылдастар, бүгін еркін отыруларыңызға болады. Себебі мен бүгін қағазға қарап сөйлемеймін. Бәрін жаттап алдым. Бүгін жиналысқа емес сіздермен ақылдасуға келіп отырмын. Ауданымыздың құрметті азаматтарын, ақсақалдарын шақырып, бәрін басын қосып отырмын. Арамызда ауданымыздың құрметті азаматы өз отбасын ғана емес, бүкіл ауданды тәртіпке шақырып, үлгі өнеге көрсетіп жүрген ақсақалымыз Жұман атамыз ортамызда. Ауданымыздың тағы бір ақсақалы профессор Арғын ағамыз да ортамызда бүгін. Бұл кісі өте үлкен ғалым, профессор, ауданымызға көшіп келгелі бәріміз қатты қуанудамыз. Құрмет көрсетіп қояйық. Иә, қуаныштымыз. Бүкіл халық қуанып отыр. Осы болмаған ауданға қауіп төніп тұр. Сонымен құрметті жолдастар, жаңа айтып өткендей, ауданымыздың қауіпсіздігін қолға алуымыз керек. Сізбен біз көшелерде қорықпай жүру үшін камера орнатуымыз қажет болып тұр. Дұрыс айтасыз. Әкім мырза, өте дұрыс айтып отырсыз. Бірақ өкінішке орай бұл шаруаға бюджеттен әзірше ақша бөлінбей жатыр. Ауданда қол ұшын берем деген азаматшалар болса. Әкім мырза, кешіріңіз. Мен жасап берейін. Аудан әкімі сұрап тұрған кезде неге үндемей отыруымыз керек? Бұл мына ауданның дамуына қосқан менің үлесім болсын. Мен жасатсам. Ой, рахмет. Әкім мырза, ешқандай да камераның керегі жоқ. Өзім-ақ қарап тұрам. Мына екі көзге не жетсін? Кезінде әскерде камерасыз да күзетте тұрдық қой. Оның үстіне камераға көп ақша кетеді. Камераға төлегенше маған төлеңдер. Әкім мырза, кешіріңіз. Мына мен халықтың игілігі үшін тегін орнатқызып беремін. Танысым бар, айттым ғой жақын. Әкім мырза, мен әзілдеймін. Сол қарап тұруға ақшаны мен ақ төлеп берейін.
шіркін, қазағымыздың осындай келіндер көп болса ғой, аула да таза болар еді, көше де таза болар еді. Апа, қалайсыз? Жақсы. Не оқып отырсыз? Жұлдызнама оқып отырмын ғой. Сенің жұлдызың қандай? Саршаян. Саршаян. Саршаян, жолың ауыр екен. Сен біреуге ғашық екенсің, бірақ ол сені бағаламайды екен. Өтірік ол, апа. Сіз де қай-қайдағы жұлдызнамаға сен өтірік затыңыз ба? Қалай өтірік? Мысалы, ерік тоқты, өз үстіне тыңғылықты, өзінің еңбегімен ақша таба алады. Не тұп тұр айтып тұр менің балам туралы? Сіздің балаңыз туралы жақсы, мен туралы жаман айтады екен. Сіздікі қандай ал? Таразы. О, бүгінгі күн менің қуанышты екен. Жақсы болды ғой. Ана Ләйләні көрмейтін болдым. Сөбіреуді көрсем, біртүрлі болып кетемін. Жалпы сол үйдегі адамдарды көрсем, жыным келеді. Апа, неге айтасыз солай? Олай адамдар туралы, әсіресе көршілер туралы айтуға болмайды деп әкем әрдайым айтып жүреді. Қайдан білесіз, ол үйде де жақсы адам бар шығар. Құрметті де қадірлі Жұлдызбаев Ербол. Сіз Танымалова Маржанды өмірлік жар етіп алуға келісесіз бе? Я келсем. Сіз Танымалова Маржан Ерболдың өмірлік жары болуға келісесіз бе? Жоқ. Ол үйде мен үшін жақсы адам жоқ. Қысқасы, жігіттер, көп сөзді қойайық. Досымызға көмектесуіміз керек. Бұл күнде таңертең үйінен шығады да, жұмысқа кетіп, дейді осы кафеге келіп, кешке дейін отырады. Әбден шаршаған шығар. Дұрыс айтасың. Дос деген осындай кезде көрінеді негіз. Ереке, мен сенімен соңына дейін осы кафеде отыруға дайынмын. Бұл кафенің адамдарын бәрі мені танып алды ғой. Болмайды былай жүрген. Жұмыс табу керек. Даяшы болып жұмысқа кіре алмайсың ба? Шетелде оқып келіп, даяшы болып жүргенім қалай болар екен? Жақсы болады, кәдімгі шетелше тасисың тамақты бейді. Әрине әзілдеймін. Қазір мен бір досыма хабарласайын, танысым бар. Оның бір кафесі бар. Ол жерде не істеймін мен? Енді жалғыз бір кафеде отыра бересің ба, арасында сол жерге барып отырасың. Не деп отырсың сен? Досымызға көмектесуіміз керек. Қазір мен хабарласайыншы, уайымдама, бәрі жақсы болады. Иә, хабарласамыз қазір. Әрине Жұман аға, сізді көпті көрген мықты әскери адам екеніңізді білеміз. Сіз келгелі тіпті көршілеріңіз де көшеге шыққанда есіктерін кілттемей шығатын болып жүр ғой. Оныңыз рас, әкім мырза. Мына профессор Сымақ көршім маған сенбейтін сияқты. Бірақ сонымен камераны не қыламыз, ақсақалдар? Әкім мырза, кезінде әскерде постта тұрып, ешқандай камерасыз да қарап тұратынбыз. Ол кезде сендер мына командирлерден қорққаннан кейін тұрған шығарсыздар. Әкім мырза, мысалы, ертең көрші шаруалармен кетіп қалатын болса, көше бақылаусыз қалады ғой. Бақылаусыз қалады. Мен ешқайда да кетпеймін. Керек болса шай тамағымды да сол көшенің басына алдырып алып ішемін. Ең бастысы, мына профессор Сымақтан жеңіліп қалмауым керек. Осы жерде қатты кетіп қалдым-ау. Бұл істегенім дұрыс емес. Кешірім сұрайын. Жақсы. Ештеңе етпейді, жақсы. Мә, жігіттер, мынау жұмыс жоқ деп жатыр, не істейміз? Осы мен 6-шы адамға хабарласып жатырмын. Енді шетелде оқығандар ешкім жұмысқа алмайды. Алғысы келмейді. Екіншіден, қай бастыққа ұнайды дейсің, өзінен білімді адам. Шынымен, бірден бастық болатын жұмыс жоқ па? Ереке, сізге бастық болған жазылмаған ау. Жұмыста да, үйде де. Үйде бастық болуға болады ғой. Үйде бірақ ақша бермейді. Айтпақшы, сенің әкең
әскери адам ғой. Үйге неге сен күзетіп қалмайды? Сен де қадырасың. Рүстем, сен қызықсың. Аружан емес пе үйде күзетте? Жақсы, бәрі ұнап жатыр. Келістік онда. Рахмет. Су ішесіңдер ме? Қояйын ба? Воу, какие люди в Голливуде. Қалайсың? Қалайсың? Жақсы ма бәрі? Жақсы. Өзің қалайсың? Жақсы. Не істеп жүрсің бұл жерде? Сол осы кафені сатып алайын деген ғой. Сөйлесуге келдім, иә? Мен де сол қол астындағы жұмысшылармен ақылдасып отырғанмын ғой. Жарайсың. Жақсы онда, бұйырса жолығамыз. Мен саған визиткаңды алайын, иә? Қаласаң, хабарласып тұр. Жақсы, хабарласам. О, Басеке, қандай жұмыс бар, жасап тастайық? Жай сөйлеңдер, Басекеңе, жай сөйлеңдер. Ашуланып жалақымызды қиып тастаса аш қаламыз ғой. Жігіттер, мына кафенде сатып алайын деп жатыр. Енді ерікке отыратын басқа кафе іздеу керек болды ғой. Әзілді қойыңдар, жігіттер. Шыны керек үйге барып өтірік айтудан шаршадым. Әкім мырза, жолдастар, қысқасы бұлай. Біздің көшеге камера керек. Ол деген жоғарыдан тұрып бәрін бақылап тұрады. Әкім мырза, мен де үйдің төбесіне шығып қарап тұра аламын. Техниканың аты техника, ал мен адаммын. Адам шаршайды, а техника шаршамайды. Менің Германияда тұратын бір таныс профессорым бар, мен шетелде көп боламын. Сол айтқан, көшеде орнатқан жарық, камералардың арқасында бұзақылық кәдімгідей азаяды деген. Азаяды. Сенің профессорың Оқтай. Қараңғыдан қорқатын біреу шығар. Қысқасы былай, әкім мырза, мына көпшілік мені қолдап жатыр. Қолдап жатыр бәрі. Біздің көшеге камера керек, бітті, болды, қолдап жатыр бәрі. Әкім мырза, бұл маңызды мәселені маған тапсырыңыз. Менің камера орнататын таныстарым бар. Орнатқызамын. Жоқ, әкім мырза. Болды, таласпаңыздар. Осындай аудан үшін қызмет жасайтын азаматтарымыз көп болсын. Жұман аға, Арғын аға, көшелеріңіздегі камераларды бөліп алсаңыздар. Жұман аға оң жақтағы көшеге, Арғын аға сол жақтағы көшеге камераны қондырса, қалай қарайсыздар? Өте дұрыс, иә. Олай болса, мына сол жақтаға тұратын тұрғындар уайымдамаңыздар. Жаңа айттым ғой, мені камера орнататын танысым бар, жақсы. Біз жақ тыныш болады. Әкім мырза, менің көшемде камера бақылайтын болады, және мен өзім де қарап тұратын боламын. Бізге сенім артқандарыңызға үлкен рахмет. Мен жарысқысы келе ме сонда? Қызық, өзі бастап алып, өзі қашқан қызық болды ғой. Мәссаған. Түріңі не болып кеткен? Ештеңе, апа. Неге сұрадыңыз? Бет аузының бәрі сусу ғой. Су, былай, жалпы, үйді жинастырып болып жатқаным ғой. Жан тәліппен жинағансың ғой. Қатты шашып кеткен бе? Жоқ, ішім пісіп, жинап, қайтып шашып жүргенім ғой. Иә. Үйді бұзып, қайтып салам демеші. Дүкенге барып келейін. Бояуының бәрі ақып кетті ғой. Бетіне бесик тоярдай бояу жағалып, әдем болып көрініп жүрген түрі ғой. Қолына спиртқа ұстатсам, тура жалмауыз кемпір сияқты болады, кәрі қақпас. Индира, сен менің сыртымнан осындай әңгіме айтып жүрсің бе? Жалмауыз қақпас деп? Жоқ, апа, мен кәрі қақпасты айтып жатырмын. Енді менің бетіме айтайын дедің бе? Жоқ, анашым, сіз мені дұрыс түсінбей қалдыңыз. Мен анау көршінің келіні Аружанды айтып жатырмын. Ал сіз менің алтын анамсыз ғой. Бұл әлемде тек қана жалғыз ғана жалмауыз кемпір бар, ол Аружан. Дұрыс айтасың. Оның енесі де дәл сондай. Мен дүкенге кеттім. Үйде сүт таусылып қапты. Барып алып келейін. Жақсы, мен үйге барайын. Сағат 6 болып қалды. Жұмыстан шығатын уақыт болды.
кешіп қалсам үйдегілер тағы ойлап қалар, қосымша ақша тауып жатыр деп. Негізі сенің банкте істеп жатқаның дұрыс болды. Әйтпесе түнгі клубта күзетші болғаныңда қазір таңға дейін отыратын жер таппай әлек болатын едің. Ерік досым, мына 120 мың теңге қалтаңа салып қой, үйіңе алып бар. Осы айлық жалақым деп айтарсың, үйдегілеріңнен де ұят болған шығар. Бір болған кезде қайтарырсың. Ал. Жоқ, жігіттер, керек емес. Сендердің де отбасыларың бар ғой. Әбден әуре қылдым ғой, керек емес. Жоқ, ұялма. Осындайда көмектеспеген кезде қай кезде көмектесеміз? Ал. Енді саған да тездетіп ерік жұмысқа орналасу керек. Оның үстіне қазір жалақыны көтерейін деп жатқан көрінеді. Әйтпесе 150 мың теңгені тауып беру бізге де қиын болса ғой. Жақсы, рахмет. Рахмет, жігіттер. Нештеріңіз, есеп шоттарыңыз? Рахмет. Жігіттер, өзім жабайын. Бүгін енді жалақы алдым ғой. Тағы да бір нәрсе аласыңдар ма? Рахмет. Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіз бе? Маған 2% сүт бересіз бе? Маған 2,5% сүт беріңіз. 3% бар ма? 4% сүт беріңіз. 7%. Айран бар ма? Бар. Қаймақшы. Одан да қойылауы бар ма? Ішкім келіп тұр. Сиыр сатасыз ба? Үйме алып барып, өзім сауып ішейін. Бұл жер сіздерге қора емес. Дүкен. Дүкен сатыла ма? Сатып алайын деп едім. Сіздер бұл жерді аукцион қылып жібердіңіздер ғой. Не аласыздар, айтыңыздар тезірек. Не істеймін енді? Не істеймін? Осы профессор Смақпен жарысам деп басыма бәле тілеп алдым ау. Камераны қайдан таптым? Енді өзім қарап отыратын болдым енді. Бір досым бар еді. Камера қондыратын. Телефоны қайда екен? Міне. Алло? Берік. Бұл мен ғой жұман, сұлужағым. Үй, бір отрядтас болып едік қой. Голубцы, жұман, голубцы. Не ғой, Берік? Шаруа болып тұр. Мен мына көшеге камера қондыртатын тендерді ұтып алып едім. Соған енді таныс таба алмай отырмын. Сенде бар еді ғой, камера қондыратын. Не, тойды түсіретін ба? Сен айтсашы, ұзақ түсіретін заказ бар деп. Жарайды. Қалжыңдап отырмын ғой, әзіл. Жақсы, сау бол. Енді қайттым, не істеймін? Ана шал солдатпен жарысам деп қораға кірдім. Неге үндемей отыр келмеді ма? Қағаздарды шашып, не іздеп отырсың? Камера іздедім. Қағаздардың арасынан камера? Тыныштық берші, әкімшілікте солдат, мұнда сен. Көшеге кім камера орнатады дегенде, орнынан тұрдым да мен айттым. Мен орнатам дедім. Танысым бар дедім. Енді сол танысты таппай жатырмын. Жалпы сен мені жалғыз қалдыршы. Саған тыныштық емес, камера керек. Дәл қазір маған екеуі де керек болып тұр. Сүйіктім. Артынып қайдан келесің? Не мына ғой? Дүкенде бірден кейін қалдым өзі. Мына сары пакетке сатушының өзін салдым не бала келмеді. Лейла кішкене қырсыққанда, дүкеншінің үйін бәрін сатып алушы едім. Бұларды қарызға жаздырып алып едім, енді қашан құтылар екенбіз. Анашым, уайымдамаңыз. Енді газдан да, судан да, жарықтан да құтыласыз. Мен жалақы алдым. Бәрін төлесеңіз болады. Міне, көрдің бе? Жалақың қайда? Тегін жұмыс істеп жүрсің бе деп миын жеуші едің.
Онымен қоймай, әлгі осы бала жұмыс істеп жүр ме? Әлде кешке дейін бір жаққа барып отырып, келді ме деуші едің ғой? Мәне? Жарайды, шай ішейік. Алло? Алло? Әкімшіліктен? Иә, тыңдап тұрмын, әкім мырза. Иә? Камера қондырғыларын қоймайтын болдық па? Неге? Қаражат жағы шешілмеді ме? Қап. Мен бәрін дайындап, жұмысшыларды шақырып қойып едім. Жақсы. Айтайын, келесі жылға қалды деп. Жақсы, сау болыңыз. Еркежан, айлық алдың дедің ме? Иә, алдым. Роза, сабағың қалай, жақсы ма? Жақсы. Қыз туралы сұрап жүр едің. Не болды? Сөйлестің бе? Иә, сөйлесіп жүрмін. Қыз дайын болса біз дайын. Айт, құда болып өзім барым. Өніңгөй тойдың соңындағы сөздерді мен айтамын. Шай ішейік. Не қапсыз білесіздер. Жүрсең алыс жерлерде, аман есен оралышай, сағынысып көргенде. Көрші, қалайсың? Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Қалай өзің? Жақсы. Мына жарқап тұрған күннің шуағы ма десем, сөйтсем сенің көлігің екен ғой. Иә, тазалықты жақсы көрем. Еңбекпен келген дүние әрқашанда қымбат болады ғой. Иә. Мына зәулім үй, көлік барлығы тынымсыз еңбекпен төгілген тердің арқасында келді. Ассалаумағалейкум. Әліксалам. Айналарыңды жақсылап сүр. Әкеме көрген көлік қой. Одан кейін есірмей жайлап жүргіз. Өзіңе ақша жинап көлік алған кезде қатты жүрерсің. Ал өзіңде қандай көлік? Шынымды айтсам, менің көлігім сенікі сияқты қымбат емес. Менікі жай анау жүріп тұруға жараса болды. Сол көрші, жарайды онда. Кетті мен, көрісеміз. Абзал, менің машинам оталмай жатыр. Мен сенікімен барайын. Ал сені баратын жеріңе жол жөнекей жеткізіп тастаймын. Жарайды, отыр. Жаным, жолың болсын. Жұмысыңа жақсы барып қайт. Аружан! Ал. Бергел. Саған не болған? Жанармайың бітті ме? Әлде бүгін тағы да достармен қыдыруға барасың ба? Не білдіріп қойдың? Ештеңе білдіргенім жоқ. Енді жұмысқа кетерде осылай жасап тұрамыз. Сөйтіп атаң әскерге кетті. Қазіргі кезде жігіттерін әскерден күте алмайтын қыздар көп қой. Ол кезде қазіргідей 1 жыл емес, бақанда 2 жыл күттім. Не айтып жатсыңдар? Жай, екеуміздің танысқанымыз жайлы айтып жатыр. Ербол, апаңның айтқан сөздерін біреуіне десем бе? Неге? Өйткені ол өзі менің артымнан жүгірді. Сүрген аяп кеттім де, ала сал. Шын ба?
Сіз маған жаңа басқа әңгіме айтып жатыр едіңіз ғой. Жа, атаңның сөзі өтірік. Іш шайыңды. Зайсаннан келіп, артымнан жүгіргенің өтірік пе не? Жүгіргенім рас. Сен Алматтың артынан, мен сенің артынан. Ал менің артымнан дәу ит қуып келе жатты. Сәлем, қалайсың? Бүгін ауа райы керемет екен. Сәлем. Иә. Ауа райы жақсы. Бүгін нағыз үй жинайтын күн. Меніңше жақсы әйел үй жинауға ауа райын таңдамау қажет. Мүмкін. Әйтеуір менің ем таза, жинаулы. Айтпақшы Аружан, қараш, кеше Абзал соңғы үлгідегі жаңа телефон сатып берген еді, енді ішінен калькулятор таба алмай тұрғаным. Мен негізі есепке жақсымын. 2-ге 2-ні қосу керек пе, әлде 3-ге 3-ті ма? Бірақ сен бұны білмейтін шығарсың, бұл қымбат телефон ғой. Есімнен шығып кетіпті. Біле білсең, сенің күйеуің енді ғана сыйласа бұл телефонды, менің ерігім маған бұл телефонды шыға салысымен бірден сыйлаған. Біле білсең, бұл менің 3-ші телефоным. Алдыңғы екеуін болса, сындырып алғам. Біздің жастық шақ солай өтті. Жастық шақты бағалай біліңдер, қарақтарым. Сіздердің кездеріңіз тіпті қызық екен ғой, телефон жоқ, WhatsApp жоқ. Апаммен көрісу тіпті қиын болған шығар сізге. Несі қиын? Ол кездің WhatsApp-ы да, телефоны да Қайырғали болатын. Қалай ол? Қайырғалиға үнді фильміні билет алып берем десең, болды. Каникул болсын, еш нәрсеге қарамайды. Апаңды баратта кітап сұраған болып шығарып беретін маған. Бірақ қазіргіде Instagram жоқ, Facebook жоқ, жаңалықтан бейхабар болып жүретін шығарсыздар. Жоқ. О кездің Facebook'ы, Instagram'ы Күлән жеңген болады. Оған ақша салмайсың, жел ұстамай қалмайды, мегабайты бітпейді. Қысқасы, мен Күлән жеңген безлимитный болады. Сонда алдыңғы 2 телефоныңды сындырып алдым дейсің бе? Ал мен болсам, сындырмайым, ұқыпты қарайым күйеуімнің әрбір сыйлығына. Менің күйеуімнің жалақысы, сенің күйеуің жалақысында аз болған жағдайда мен де солай ұқыпты ұстар едім. Ал қазір мен күйеуіме жаңа телефон қажет емес десем де, ол маған сатып алып береді. Сенің күйеуің сені тыңдамайтын болып тұр ғой сонда. Ал менің күйеуім мені тыңдайды. Және мен де оны тыңдаймын. Оның үстіне сенің күйеуің жай ғана бизнесмен, ал менің күйеуім банкте жұмыс жасайды. Яғни сенің күйеуің менің күйеуіме тәуелді. Я тіпті сенің күйеуің жұмыс істейтін банктен басқа, бұл әлемде басқа мүлде банк жоқ қой. Бұларың не? Көрші отырып, ит пен мысықтай ұрысып жатқандарың. Ят қайда? Көршілер естісе не ойлайды? Алыстағы ағайыннан жақындағы көршің артық дейді. Бұларың дұрыс емес. Жұрт естісе, мынау көршілер бір-бірімен сиыспай жатыр дейді ғой. Соны айтам. Сіз шынында да Ұлыбританияда оқасыз ба? Иә. Ойбай, мынандай біліммен сіз қалай жұмысқа жүрсіз? Бізде өкінішке орай қазір бос орын жоқ. Орын босса міндетті түрде сізбен хабарласатын боламыз. Мынау резюмеңізді тастап кете салыңыз. Жақсы, онда хабар күтемін. Иә, рахмет, рахмет. Кешіресіз. Сіз анау Серғазы Сапарғалиұлының туысқаны емессіз ба? Ол кім? Болды, рахмет. Бара беріңіз. Рахмет. Ой, көрші. Ассалаумағалейкум. Қалайсың? Ассалам. Жақсы, шүкір Аллаға. Мұнда не істеп жүрсің? Жай, шаруамен жүргем. Осы мекеменің директоры досымен соған келдім. Жарайды, асығып тұрмын, сосын сөйлесеміз. Иә, жақсы, көріскенше. Енді кәрі бұндай қателіктеріңді көрмейтін болайын. Соны айтам демей маған қосылсаңызшы. Ләйлә апаларың дұрыс айтады, жүркісің дейді. Индира, біз өте сыйлы отбасымыз. Танымаловтар отбасы. Осыны есіңе сақтап ал. Мәссаған, мынау не деп тұр, Сендер сонда елге сыйлы отбасы болғанда, сыйлы емес отбасылар қандай болады екен, Біле білсеңдер, сендерден үлгі аларлықта ешқандай тәрбие көріп тұрған жоқ. Индира,
Мен ұста. 3-ші дүниежүзілік соғыс басталғалы тұр. Ата, сіздің маған қарағанда өмірден жиған тәжірибеңіз, ақылыңыз да көп қой. Сізден бір нәрсе сұрасам бола ма? Ана мені де персіш. Қанша керек? Жоқ, ақша емес. Мен тек ақыл кеңес сұрайын дегенім. Мен сонша мақтағаныңа қарағанда ақша сұрап тұрған шығар деп ойлап едім. Айта бер. Ата, мен бұған дейін қыздармен жақын сөйлесіп көрмеппін. Қыздарға қалай ұнауға болады, қыздарға қандай жігіттер ұнайды, соны білейін деп едім ғой. Өзің білесің, қазіргі жігіттер шашын бояйды, құлағын теседі, алба-жұлба болып жүреді. Ал бұрынғының жігіттері ақылды, парасатты, әскерге барып келген, отан алдында борышын өтеген, намысты жігіттер болған. Сонда қазіргі қыздарға қандай жігіттер ұнайды екен? Сен де қызсың. Мен не? Қыздарға барып жүр деп ойлайсың ба қазір? Жоқ. Қысқасы сен әскерге барып кел. Сонда бәрі дұрыс болады. Қой, әскерге барып келем дегенше күйеуге шығып кетіп жүрсек, қазір жігіттерін әскерден түсетін қыздар санаулы-ақ қой. Негізі қазіргі жігіттердің әскерге бармауына сол қыздар кінәлі. Енді өзің біліп тұрсың. Бірақ әскерге барып кел, сонда бәрі дұрыс болады. Жақсы ата, рахмет. Сендер көшіп келмей тұрғанда осы көшеде ешқандай шу жоқ еді, тып-тыныш еді. Ұнамаса көшіп кет. Бұрынғы көршілеріміз жақсы еді. Онда неге бұрынғы көршілеріңменен көшіп келмедіңдер расында? Апа, Ләйлә апай, ұрыспай-ақ қояйықшы. Жүріңіз үйге. Оның үстіне біздер Жұлдызбаевтар елге сыйлы отбасымыз. Ал сендер жай сыйлысыңдар, ал біз өте сыйлы отбасымыз. Мыналар соңына дейін ұрысуды да білмейді екен. Жүріңіз жанашым, үйге барып, шай ішейікші. Айтқали, ассалаумағалейкум. Алейкум ассалам. Қалайсыңдар, жұмыс қалай? Жақсы. Жаңағы кабинеттен шыққан жігіт қандай мәселемен келді? Жаңа шыққан ба? Жұмыс істеп келген екен. Резюмесі керемет екен. Шетелде оқыған екен, 4 тілде еркін сөйлейді екен. Бірақ енді білесіз ғой, Қазақстанда жақсы жұмысқа кіру үшін таныс жоқ адамның шансы жоқ қой. Оның дұрыс, оның дұрыс. Резюмесін берші? Резюмесін ба? Демек, таныс жұмысқа аламын де. Жарайды, мен резюмесін өзіммен алып кетейін, я? Ал, сәттілік. Көріскенше. Ербол, біле білсең әтірді үстіге себеді. Сен сияқты құймайды. Таң атпастан костюм шалбар киіп, қақшиып, қайда бара жатсың? Біздің қалаға осы бір әкім келді деп еді жаңадан. Сол сен емес пе? Әкім болу қайда маған? Жай көршіге бара жатырмын. Өткенде көмектескенде арамызға алып қойып, соны алып келейін. Немене, костюм шалбар кимесең арам бермейміз дей ме? Мен сыртқа шығып бара жатырмын, өзіме әкеле саламын. Жоқ, ата, өзім барам мен. Үлкен кісіні жібергеннес, үйіндегі балалары қайда қарап жүр екен деп жүрер. Сіз демала беріңіз, мен өзім барып қайтам. Әй, жастар, кезінде апаңды алуға барғанда да костюм шалбар кимегем. Арана алып келу үшін сонша сәнденгеніңіз. Мен оны шетелдік кинолардан көрдім, ата. Осылай барады. Сіз одан да ойлана беріңіз, тағы бір нәрсе қалып қойса, тағы барып қайтамын. Соның бәрін осы бір барғанда алып келуге болмай ма? Ата, мен сіз үшін көршінің үйіне күніне 1000 рет баруға дайынмын. Жақсы, мен кеттім. Уақытым жоқ. Әдемі болып тұрмын ғой. Расында да осылар мен үшін бәріне барар ма екен?
үшінші телефон алдым деп мәз болып отыр ғой. Қызық сонда. Екі телефонын сындырып алып өзінің салақтылығымен мақтанып отыр ма? Мен ақылдымын деп өзінше болады да отырады. Түк те ақылдық көріп тұрған жоқ. Тұрған мақтаншақ. Содан біреу сұрағандай. Келін де өзіне ұқсаған. Сумаң. Бірақ дивандары күшті, иә? Қолтырауының терісінен жасалған дей ма? Түк те күшті емес. Дым күшті емес. Анда бардым, мұнда бардым деп шетелдерге барғанын айта береді. Одан да өз елінде қызмет етіп жүрмеді ме? Қаңғыбас. Мына көршілер менің шетелге шығатынымды көре алмайтын сияқты. Дым көрмеген. Олардың шетелге шықпағанына мен кінәлімін бе? Анау келіні де өзінен алмай қалған. Келін қайненен топырағынан демекші, екеуі бірінен бірі асып тұр. Күйеуім әскери адам дейді. Қазір не? Екінің бірі әскери. Ал профессорлар аз. Бірінші күннен бастап танысқаннан ұнамай еді. Маған да ғой. Күйеуім профессор деп қояды. Сондай ақылды болатын болса, анандай әйелге қалай үйленген? Өмірімде ондай көкбет әйелдерді тек үнді фильмнен ғана көрген шығармын. Келін де өзінен алмай қалған. Кәдімгідей. Осы қолтырауының үстіне жылан қалай жатады екен? Қандай жылан? Анау, Ләйлә деген жыланды айтам. Енді қарап бармай шағып алып жүрсің. Бұлармен көрші болып тұрғанша, айдалада жалғыз өзіміз тұрғанбыз артық. Соларға біреу көшуге көмектес дегенде жетіп келіпті ғой. Анау заттарды айтпақшы тексеріп көру керек еді барлығын. Бір нәрсе жоғалса, тіпті таң қалмаймын. Бұлардың неге көршілері жоқ деп ойласам, барлығымен ұрысып, қашырып жіберген екен ғой. Біз тек көшіріп жібермесе болар еді әйтеуір. Өмірімде екі нәрсеге қатты өкінемін. Біріншісі төлқұжатымдағы суретім болса, екіншісі анау Аружанмен танысқаныма. Сәлем, Маржан. Өте сұлу болып кетіпсің. Шынымды айтсам, сені алғаш көрген күннен бастап есімнен шықпай қойдың. Жоқ, маған жараспайды бұл. Hello, Маржан. Сенсіз өтіп жатқан әр секундымның ғасырға тең екенін білсең ғой. Бұл кинодағыдай болып кетті. Эх, Маржан. Менің сезімнің шынайылығын білсең ғой. Маған бір мүмкіндік берші, бір-ақ мүмкіндік. Мен сені өзіммен бірге алысқа алып кетемін. Кімді алып кетпекшісің алысқа? Кімді? Ешкімді? Жаңа ғана өзің айттың ғой, алып кетем деп. Жоқ, сен естіліп қалған ғой деп. Саған не керек? Өткенде сіздерге көмектескен кезде Маржан қалып қойып, соны алып кетейін деп едім ғой. Түсінбедім. Не, өткенде көмектескен кезде ара қалып қойып, соны алып кетейін деп едім. Айттым ғой мен саған. Бұлардың жанұялары мен естері дұрыс емес. Қазір араңды алып шығам. Жүр, кіре. Ербол, үстіңе костюм шалбар киіп, қолыңа арастап, қай жақтан келе жатсың? Әлде әкімшіліктің алдына ағаштарды кесіп келе жатқан жоқсың ба? Жоқ, апа. Осы сіз маған айтыңызшы. Жұмадан қай қасиетін бағалап тұрмысқа шықтыңыз? Сен таңертеңнен бір жайлы тұра бердің ғой. Кітап жазып жатқан жоқсың ба? Жоқ. Бірақ кітап жазатындай, ел сүйсінетіндей жанұясыздар ғой. Енді Жұман атаңның басты қасиеті бір нәрсені мақсат етсе, сол мақсатына жетпей тынбайтын. Бірақ кітап оқымайтын. Кітапханаға мені көру үшін ғана баратын. Кейде 5-6 сағат отыратын. Маған айта алмайтын сөздерін сол мен оқитын кітаптардың арасына хат жазып қалдырып кететін.
кітап дейсіз ғой. Таптым. Апамның орнына қоя салыңызшы. Бұған не болған? Мен алдында алған кітапты қайтарып келдім. Үлкен кітапты 2-ақ күнде оқып бітіріп тастадың ба? Иә, мен 100 оқимын ғой. Қалай ұнады ма? Иә, әсіресе басы, сосын ортасы, аяғы. Бір досым осы кітапты сұрап, бүгін келем деген, алып кетуге. Сәлем. Сәлем. Қалайсың? Жақсы. Танысқандар, менің көршім Ербол. Мерей. Ербол? Танысқаныма қуаныштымын. Міне, сені сұраған кітабым. Рахмет. Жақсы онда, оқып бітірген соң әкеліп беремін. Иә, Тағы да танысқаныма қуаныштымын. Сау бол. Онда, мен де асығыспын. Қайта берейін. Жарайды. Мерей, тоқта. Әкеш берейін кітапты. Не? Көп. Мә кітабым. Танысқаныма қатты қуанышты емеспін. Жұлдызым. Еркош, не болды? Көңілген жоқ қой. Жоқ, жақсы бер. Уайымдамаңыз. Жақсы. Жоқ, обидно да, обидно. Уайымдап отырғаныңды сезіп отырмын ғой. Айта бер. Жағдай былай жеңші. Мен бір қызға ғашық болып қалдым. Бірақ оған сезім білдіре алмай жүрмін. Кездесуге барсам, сөзімді ұмытып қаламын, кішкентай балқып, сасқалақтап қаламын. Ғашықтық дертіне шалықтым дейсің ғой. Маған бәрі қарамайтын сияқты. Еркош, әрине қарамайды мұндай тұрмен. Костюмыңды шеш алдымен. Сен жұмысқа бара жатқан жоқсың ғой, кездесуге барасың. Сенің бар ғой, имиджіңді өзгертейік. Сен жаным бер жақын келші. Өзіңе ғашықпын, қолыңды берші. Еркош, сен мына түріңмен қызбен кездесуге емес, тренировкаға бара жатқандайсың. Болмайды мына түр. Талпына асықтым, бағыма енші. Бері қарап айт, іштегі сырыңды айт. Секунды сұлу бейнеңе жаным сансызлайк. Ұнатасың ба сен деп Міне, осы керемет болды. Нағыз заманауи сері жігітке айналдың. Енді кез келген қыз саған сына қалады. Аз уақыт жолықсақ та кеше, жанымды сен жолып алдың. Опа, опа, ғашықпын опа, білмедім тегіңді бар ма жоқ па, бір көргеннен Так, түр реттелді. Енді мұқият тыңда. Қыз қашанда өзіне сенімді және өзінің сөзін өткізе алатын жігітті ұнатады. Сонда сізге не? Ерге ұнамай ма не? Ол мүлдем ондай емес қой. Сен көп сөйлеме. Еркош. Қызға бірден өзіңнің талабыңды қойып таста. Және де нағыз жігіт екеніңді көрсет. Ол өзін сенің қасында нәзік жанды ретінде қабылдау керек. Сезіну керек. Және де дүкенге бар жатқан кезде гүлді алуды ұмытпа. Есте сақтадың ба? Сақтадым. Болды. Сәттілік. Бар. Жақсы. Кімге кедергі болды екен? Жұман? Осы ер болған не болып жүр? Таңертеңнен бері атам менен қалай таныстыңыздар?
екеулеріңнің жастық шақтарыңыз қалай өтті деген сұрақтарын көбейтіп жіберді. Ей, ол да маған келіп, осы қыздарға қандай жігіттер ұнайды деген сұрақты боратып кетті. Әй, соған қарағанда бала біреуге ғашық болып қалған ау шамасы. Келін келетті. Құдаларымыз жақсы адамдар болса екен. Маржан, қалайсың да ол? Түсінбедім. Сен суда мен ана жігітке айырбастырып кеттің ба? Не деп тұрсың, қайдағы айырбастаған? Сен өзің түсініп тұрсың ба не деп тұрғаныңды? Расул аға, керек емес. Бергеш? Аға? Бәріміздің басымыз осындай кеш таста қосылады. Сіз отырмай айтып отырыңдар. Жұмыстарың қалай? Не бітірдіңдер? Не шаруа? Жұмыс жақсы, өзгеріс жоқ екен. Сіз отырмай айтсаңдаршы. Үйде отырған бізге қызық қой. Айтып отырмын ғой. Өзгеріс жоқ, күнделікті жұмыс. Анаған бір, мынаған бір тисе бермей, Ерболдың өзінен тікелей сұрамайсың ба? Менде жаңағы жоқ, мен үйде болдым. Ана көзге не болды? Көзімді бағана есікке соғып алғам. Ол бір боксер есік болды ғой. Кешіресіздер. Алло? Иә? Ерік, сіз бүгін бізге резюме қалдырған болатынсыз. Иә. Сізге жақсы жаңалығым бар. Сізді жұмысқа қабылдайтын болып шештік. Құттықтаймын. Ертең құжаттарыңызды алып, кеңсеге келсеңіз болады. Шынымен ба? Рахмет көп-көп. Жақсы болды ғой. Тыныштық па? Даусың жарқын-жарқын шықты ғой. Бастың хабарласқан. Мақтады, қызметімді көтерем деді. Жақсы болған екен. Сен қайда кеттің? Мен бөлмеме? Ана бара жатқанда байқана есікті тағы да. Өмірлік шарқалап сен аламын, өтсе де аз уақыт жолықсақ та кеше, жанымды сен жаулап алдың. Опа